Arkadaşlar, yaxşı işlerme. Havasızlar var. İşleri amanezin. Oturup жүрмесін дейді да. Біраз күн бір ай отырып аяғы тіпке екі сағат отырып тізенің арқасына шыққан қайма өзі созылған. Сынып жарымға нәрсе жоқ. Есік ашып тұрсың ба? Çay içesiniz. Sıcaklar süt şüpheydi o. Sıcaklar karıca, açık karıca. Tuğla günde 7.30 gelen de tuğla günde gelecek. Şimdi de oylamayın. Şimdi cevap su içmeydi olmayınca. Buraya çırak geleyim mi? Biliyorum da dedi. Ana azdan bak son alasın. Az bol kaldı son alasın. Çay şöyle tutsa. Ben o zaman kazanalım. Yama sıkma diyor. Bu yüzden falan. Естественно, çok istediğim. Естественно, çok istediğim. Şimdi saat şu an o diye aklımda bulmadı. Hamburg'da oturuyoruz. Ana işinde şey de olmaydı. Şey bilmiyorum adalara. Ya önünde sözler Aşağıda tasarım geliyor. aldım. Sana söylüyorum. Bol sanılar iyi adam. Sen yüzünde erkeğin balkonun var. Canlı al sesli sorular. Uzun araçlar. Sizin ben bir devre ediyorsunuz. Siz adam yurtta burada görün. Tabii çok iyi anlaşılmaz. Bu önü yok. Şimdi tuzağı Hazırlarımız yok, ulaşan olursa, ulaşan olursa evet, yoldan geldiğiniz zaman ağız demezsin. Dişara çay lazım da. Eşem ne kadar ayakkabı da çıktı. O kurt birlikte alanlar. Peki mahmul da geldi. Şu şekilde afaları hayır saat pişirmesine arasında sözleri ne alasınlar da hizmetti. Yani yukarıdan durduk, karın aç. Süper karesini bunu kırpmak yani dişarekte. Suda böyle bir dişarek günü var mı? İlaç yok. Bol cepseyiniz arılasın. Ulaşa kolay. Bu karnısı ana ciğer o şeyde üyelerinde orada dostlar koş böyle zaten. Koş geldi. Sen de tarafı sevgisi daging tiriyor. Sonra gayet güzel bir şey. Kalay tuttunuz değil. Ağırlık var mı? Dersine ya bir an O da yine kaydı. yurttamayı zıratı saat oturmuyor. Gece mesleği. Şuraya çıkan falan. Çok zamanlı olması yapıyor. O şeyde ülke kızının Tülümün arkasına yenisi ölçüşüyor. geceli o şey yapıyorsa falan. Kaç kimin olur? Keşke ayıp falan. Nacı cay kaldıran bir şey yapalım. O vakti. Hadi yetiyor. Var mı sen çayında? Çayında. Hani tek geldim yanında. Hani yok tek geldim. Yok, bu gözbek geldim.
Bir жерде отырып қалса жақсы. Бұрынғыдай Жақсы. өзі жақсы. тыңдай тыңдап қоямын. Мен өзім осы Бектуровтардың тұңғыш жиені боламын. Енді кәсіби жүргізуші болмасам да бүгінгі кіші тойымызды жүргізіп берейін деген немен келген ниетпен. Мен жолдасым Бекжан есімі. Екеуміз дуэт болып жүреміз. Сол Сарайғашқа да бара береміз. Сонымен бүгінгі туған күнімізді бастайық. Міне қалған қонақтар артымыздан келе берер, ары қарай қосыла берер. Бәрінің ниеттері. Міне құтты болсын, қуанышты күніңіз. Бақытты болып, шаттық өмір сүріңіз. 60-қа да асығып жетіпсіз. Енді 100-ге құлаш сермеп шығыңыз. Мереке күн нұрға тапсын жүзіңіз. Қуанып, шаттаныңыз, күліңіз. Бала шаға қызығына кенеліп, ортамызда аман есен жүріңіз. Алдыңғы сөзді, мысалы, енді бәріміз бір-бірімізбен таныс деп отырмыз. Әпкеміз таныстар ғой, тойда болмақ, басқада болмай таныстар, Мадалдаған қарындасы. Міне өзім жиенмін дедім. Баяғыда айтушы еді ғой, жиен ел болмайды деп. Ол бекер екен, ол теорияны мен жоққа шығардым. Келіңіздер. Келіңдер. Сіздер алыстан келатырмыз ғой деп қояйын. Құдағайлармен көрісіп шығайын. Беге алаға сенемға дейінем деп қоям. Шықшыған жеп отырасыз. Құдалар қол аласыз, алыс олсыз ба? Алыстыра, Sağlık olsun, dastaqanımız mol olsun. Dastaqanımız toyga jayып koyduk. Toydan toyga osunda жүре бергенбіз. Құдай бәкеңізде өмір жасы ұзақ болсын. Пайғамбар жасқа жетіп, онан да бала шағаның той бола берсін. қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсылар ма? Жалғастырайын стымбағызда қалған қонақтар келе берер. Мана оң қолдан бастаймын. Өзімді айттым, жиенмін, есімім Сәуле. Жаңағыдай жиен ел болмайды деген, бекер дегенім, өзім нағашылыққа келін болып түсіп алғам. Бұны параллельный көшеге. Сонымен нағашылар Алматыға көшуге бастағанда, артынан қуып келіп, тағы да көшіп келіп алдым. Үйім ана жерде, көрші болып. Ел болмағанда қандай болып жүрмізден. Оң жақтан бастайын, Тамара көршіміз. Сәлма жеңшемнің жолын арғы бетінде көрші. Біздің Дила құдағиды бәрі таниды. Дила құдағидың подружкасы. Жақпен өзім тастырамыз. Жоқ, бұлай өзгерді. Сәлма құдағиларыңыз. Ұлы береке тапқан келіншек қой енді. Рахмет. 6 ағайын, 6 абысын білесіздер, абысын көп жерде ас дәмді дейді ғой. Ташкендегі жеңгем, 3-ші нағашымның әйелі Сәуле. Сәуле оның есімі. Ең кенже, мен мамам ең тұңғышы, ең қыздардан ең кенжесі Сабира әпкеміз. Закырды танистар, предпоследний подполковник жаңағыдай. Көршіміз Қыдырбай аға, мына кісінің жолдасы. Ақбар, тоже мен сияқты жиен, мына Сабира әпкемнің ұлы болады. Бұлар жақында ел ауысып, осында көш қонып отыр. Енді қатарымыздан постоянно төрт көз түгіл қосылып отырады деген. Жақсы, Сәуле енді бітейік. Сөзіңіз аузыңызда, енді тұрмай дейші. Бұл жаңа айтып қойдым, мен өзім былай, өзіммен бастайын. Өйткені жолда болып, не болып, құдалық тойға келе алмаған жағдайым бар.
Кешір, сол үйіне кесел алақанын бүйтіп балтаны ұстап тұр екен. Шабам деп та, өмірді балтасын алып өзі жеңеді. Не бар ол жақта жақын тоқтады да, мен не тіршілік бар, бұдан болған болып мен барамын деді. Бірінші пойыздың бұрын алып кетемін дедім. Бұдан неге жатсың деп, құлау деп айтқан ба дедім. Мына жерден таныстыратын болсақ, мына құдадан бастайды. Мынау менің құдам. Мынау құдағиларымыздың інісі. Мынау сіздердің келіндеріңіздің нағашысы. Өзбекстаннан келген үшін бұнда паспортта қызыл туристсің дейді. Қамшыларыңыз яңгилар салатыс келмей, құдағиларымыздың інісі, келіндеріміздің нағашысы, Рүстем деген құдалар. Енді былай қарай өтіп, мынау тайғұлындай кебісіп өскен, мынау баяғы жетісегілердің палуандары бар. Біз оған Досаман Полат жүрген жерде, ол 69-ға дейін жоламайды. Бұл енді мына кісі екеуін көрдіңіз бе денесі? Алып болған, 69-дан былай қарай ешкім жолаймаған бұларға. Досаман Полат келіп жатыр десе, той тарқатып жүрген біреулер. Досаман Полат келіп жатыр екен деп тарқатып жүрген тайғылы кебіс өскен Доса Полат деген құдаларымыздың құдалық екен ғой. Мына жігіт соғыңыз. Sen söyle ulaşabildiğimiz tamam mı? Mına kısa osuna ben jengem, Oğuzhan'ın үйіндегі жұлдыз деген жеңгем, Vat Gerina, 18 tuğ kadar bunları 12 tuğda toplап қалсын. Жұлдыз деген жеңгем, мына менің құдағиларыңыз, Ильян Танистер, Диляram. Мына жігіт, мынау общественный деген жездесімен. Общественный жездесімен көріп келіп келген, осыған құдаларыңыздың білген үлкен немересі. Нұрмалдың немересі, Нұрғазы деген жігіт. Молодец. Мен құдаларыңыз таныстар, осыған біз өзі 4 ағайымыз, бедеуміз. Бір қыз 4 боламыз, досынан кейінгі мен. Айтып ол жаңа кішім өткенде бүйтіп дуалға бүйтіп бана тақтайды үстіне қойып қойып алақанды. Не болды? Шауап дейді, не қоймасын? Мен қызым несі тойынан алып бармадым дейді. Біз енді рейстеміз ғой бұл жаңа, біз дальнобойщикпіз. Сәт келе қалды енді. Сонда құдамның бұйырған еді. Құда қаласа мына 60 жасыңыз құтты болсын. 100-ге келіңіз, 100-ден асыңыз. Баяғыдан сіздерде мынау енді бұнда менталитет туып келеді ғой. Өзбекстан жақтағылар басына жақсалап сөйлемейді. Жездесінің құрғанында бар, жаңа айтады дейді, қалғаннан естілер жаңа. Бәрі жүзгеніңіз деп құттықтау айтып жатыр, сіздің қайсысы 96-ыңыз деймін дейді. Бұлар 100 түлеп жатыр, сен 96 деп басын десек, молда өзі 3 жас, 4 жас қосап жүрген 100 бар. Мен сізге 100 түлеймін. Мен амандасайын, иә мен? Амансыз ба? Ал қол ақсайын енді бәріміз. Бұл Бегал нағашымның құдашасы. Кенже қызын осы Алматыға келіп ұзатқан, Кенже Ақмаралдың қайын апасы Гүлшат құдаша болады. Біздің нағыз құдашамыз. Жандағы Кенжек көзіңіз таныстырсаңыз. Менің абысының қайнағамын. Кенжек абысының ас иесімен дәмді дейді ғой. Ал осы сөзді өзіміздің бәрі осы жердегі біздің ақсақалымыз бәрібір Бегал тағамның өзі. Дастарханды өзі ашып берсін. Жаңағы жеңгем екеуі қонақ ас не дейді? Иесімен дәмді дейді. Алыңыздар жеңше екеуің. Қонақтар енді қош келіпсіздер. Осылай мен құрмет әкелгендеріңізге рахмет. Сіздерді үйлеріңізде жақсылық болсын, күнәр болсын. Бар уақыт басымыз қосып жүрген жүйелерге. Мені етеміз, қош келіпсіздер, құрметті құдалар, құдағилар, көршілер, қайынсіңлерім, келіндерім, ең қайынсіңлім, Бекжан інім, барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Міне бүгінгі біздің мен жолдасым,
бес баламның әкесінің туылған күніне міне туылған күні құтты болсын, жасына жас қосылсын. Құдайға шүкір, міне биыл жаман жыл келмеді бізге. Келін алдық. Дендері сау болсын, осылардың қызын көріп жүре берейік. Қуаныш жастары енді. Қуаныш жастары енді ауыздардан. Подарок етілімін айтты да. Бес баламның әкесі деген не жүрміз бала шағамыз. Немерелерді айтпай қояйын енді. Подарок етілімін айттыңыз да, бес баламызды, бес баламның әкесі дегеніміз ғана ойлап Ал мына сізге кім екенін Азыл ғой, азыл құлағай. Алдыңыздар ма? Толғанын келіп бізге бір осы ұрыстық кетпейсіз бе? Бірінші жігітіміз таныстырмыз. Таныстырам ба, ол әрі іні, әрі еркек жиен баласы. Бірінші жігітіміз таныстырып алыңыздар, кейін былай қарай өтсін. Өзі үйде сөйлеп отырады. Алыңыздар. Жерге қоймаңыздар. Жүрегін келген. Бұларда білесің алар. Тілекпен келген сіз енді құдаңыздың үйіне бірге тыңдайық. Жақсы бағаласам мынау құрметтеріңізге рахмет. Құдамда құда болса туғаныңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, өсіп жүріп жатқан ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіз. Осы үйде әрдайым жақсы той болсын. Енді қысқаша ғана ол жердегі барлық жақсы тілекке қосыламыз деп құда. Мағаласам жақсы ерген мен де не сөйлерін білмей қалады. Бізде шекті. Құдай келген бұл жерде заламыз. Төрт құдам бар, төрт құданың ішінде өзі ең жақсы сөйлейтін мен шығармын. Ана үлкен құдағы енді сол үшін жақсы көреміз да. Сөйлегеннен, менің әкемнің аты Бегалы еді дейді. Ол кісі нағаш атамыздың аты ғой Бегалы. Иә, Бегалы еді деп. Айналайын. Құда туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Дендеріңіз сау болсын, немерелеріңіз бақытына аман жүре беріңіз, Құдаға еріңіз. Келе жатқан жаңалықтарыңыз жаңа табыс әкелсін, Құда қаласа. Жаңалықтар көп болсын, деніңіз сау болсын. Сол үшін қолыңыздар. Алсаңызшы енді автор болып. Алыңыздар. Ал. Рахатаңыз Құдаға келіңіз. Жылдық құда болыңыздар, күйеу 100 жылдық болсын, күйеусерге қызмет жасасын, қыздарыңыз бізге сіңіп, бізге қызмет жасасын, екі жақты бірдей болсын, төрлерің құтты болсын деймін. Ал екіншіден, құда туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өстіп әрқашанда жасарып, әдемі болып жүреміз Құдағаймен бірге. Қыз жібекпен төлегендей болып, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, міне арман мақсаттарыңыз орындалып жатыр, жалғыз өз балаңызды үйлендіріп, енді Құда қаласа немерелеріңіз шөберелі болыңыздар, шөберелеріңіз ертіп жүріңіздер. Ал Құдашалар, Құдағайлар не деймін сіздерге де, той тойласа берсін деймін, әрқашан той болсын Құдағайдың үйінде, Құдамның үйінде. Дастарханда нан көп болсын, аспанымыз ашық болсын, сіз біздіңіз ажырамасын. Тек осы үйге той деп келейік. Сол үшін алып қойыңыздар, алып. Самал, сабыз төмен су ғой, ескі құда болдым ғой. Тек біздер енді жаңа құдаларды күтейін. Құдамен тойда билегенбіз артыншы. Ол кезде шамал арықтау едім енді. Қайға қачасыздар. Келіңіздер. Танымай қалсыңдар деп. Иә. Құда болсаңыз да деп, құданың үйінде еркін отырмайсыздар ма? Алып, жеп ішіп, тем более чекенсіздер. Біз самалардан жоқпыз. Сізге қарай бәрі. Сағат
тілек айтты ғой. Bu kişinin buna kişinin abi yoksa padruşkasını bu kişi. Жоқ, шектеп ертіп келді Bu ғой. Менің қуанышымды көрсін деп ертіп келді. ne olan деп kelgan. Аңсап сізге қараймыз енді. әркім өзінің ішінде Құда мен құдағайлар қараңызшы, қандай дастархан жайып сіздер деп, сіздердің Bu da құрметтеріңіз. жаңа өзіңіздің айтқан әңгімеңіз. Жаңа Ақтойдың кейін сен өтпетінде бас қой. Бұл да таңдап падрушка ішкен бақуатын етіп келген. Көтереді ау. Өзім мен сондай ортаға сөйтіп ертіп жүремін. Көтереді ау, мынау менің жолымды көтереді ау. Бұл жаңа пойыздар Ол біздің ортаға байланысты қалай көтереміз? Мына бала-шағаның рахатын көріңіз. Мынау жаңа жастар айтып отыр ғой, 100 жас. Құдайдың берген жасын көріңіз. Одан артығын айта алмаймыз. Мынау құдағимен бірге қартайыңыз. Ебе жиыңыздар, шөпшек көріңіздер. Бұлардың тойларында, жиындарында гуақ бола берейік. Не дейміз? Мынау жолдары ашық болсын, мына жастардың. Мынау отырған бәріміздің отбасымыз аман болсын. Мынау деп алған жаңа жыл құт берекелі болсын, барлықтарыңызға. Ne diyeyim, soğutunda cevap sağlasın elimde. Al bunu size ya. құдаға дейін тақпағымда дейсің шығып еліңіз құдақ жасыңызға жас қосыла берсін деніңіз сау болсын әпшемменен бірге қартай беріңіз құда қаласа осы кесек жақсылыққа келейік тойға келейік деніңіз сау аспанымыз ашық иә заманымыз тыныш болып ойнап күліп жүре берейік ол жердегі барлық жекжаттарға жақсылық тілеймін той болсын деніңіз сау болсын заманымыз тыныш болсын Жездедіп қойған. жездем ғой иә жездеміз бізге келіңіз иә бізден де асыңыз құда қаласа құдайдың берген жақсысын жасай беріңіз әпшемеге әпшеме де соны тілеймін сол үшін ақтастаймыз ба Жезде деген емес, құдағай болса статусын жоғары. Жездеден кейін құда шоғы болды Жезден кейін жезде болсын да алыңыздар осы келіңіздер алыңыздар құда Bu da yerinde. алыңыз өзіміз ауылымыз жоқ қой көршілері бар тағамдардың иә алыстағы ағайыннан иә ағайынға потом сөз деп отырмын ғой көршісі сізге сөз беремін мына өздері туыстай болып кетті келгелі өзіміздің көзімізге де жылы бұл кісілер алыңыз тағы бір сөз тағы бір минут сөзді бөлдім ана жолдасым сияқты кино көріп көремін ғой евстигнеев бар ғой жаңағы 60 жасқа толып юбилейға шығаратын кезде подаркалар береді сені мақтай береді сөйтсе айтады ғой все мен пенсияға шықпай ақ қойсам Иә, ал жақсы құрметті қонақтар бүгінгі мына бәкемізді көршіміздің қуанышына жиналып жатыр екенбіз. Құдай өмір жасы ұзақ болсын. Бала-шағасының қызығын көріп, Құдай 100 жасасын. Иә, құдалардың сендердің де келгенде адамдарыңызға гүл өтсін. Құдай сендердің үйіңізде де той болып, сендерге де осындай жасты, осындай тойды нәсіп ете берсін. Құдай мына келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын, берекелі болсын. Мына індет деген бәле кетіп, бәрі бұрынғы қалпына түсіп, бала-шағамыз аман болсын. Құдай аңсаған арманына жетсін балдарымыз. Балдарымыз бақытты болсын. Осындай той бола берсін. Әкеңменен иә көршіміз 100 жасар. Осы той бола берсін. Соның үшін алып қойып. Ал жақсы міне құда-құдағайлар келдіңіздер. Төрде отырғандарыңыз құтты болсын тағы да. Бегалаға бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Құдайым ұзақ жасай беріңіз. Деніңіз сау болсын. Осы немере көріп, немереден шөберелер сүю. Тәтем екеуіңізге әпкем адай етіп алам деп едім, болмады оны мен. Адайға тарттық. Кенже қызына енем айтатын еді, осы қызды біздер алайық деп бәрі адайға дейді. Құдайым ұл қыздарыңыз бақытты болсын.
Солардың қызығын көріп жүре берің. Сәлеметті екеуіңіз. Тойдан тойға ұласа берсін. Бұдан кейін де бесік тойларыңызда да жүздесу нәсіп етсін. Алла той дейді, ұл той. Бәріне де нәсіп етсін. Осындай аузы біршілікте отыру. Бәріңіз, осы жерде отырғандар бәріңіз дендеріңіз сау болсын. Үйлеріңізде аузы біршілік, дастархандарыңыз көре берсін. Aday dese жүрегimiz дүрсілдеп сосын жоғары қоямыз. Кеше келіндер біздер алғанбыз. Біздер кіші жүз адай. Bir alın енді. Сарыағаштағы бөлдері сәлемдеп кеше даңқын көрген. Байзал қызық серге қалды. Біреулер күтіп алу келген екен. Түнде ғой бұл бірде. Жоғыз не ол жақта онда біз бөлдерге сәлем айтып өтеді. Жақсы. Айтсам, құлдап кетіп кетем. Siz пока құйып қойсын, иә. Болды, құйдыңыз ең, қоша. Давай бастаңыз. Ар жағын Акбар сөйлеп тұрса, екеуіңіз сонымен кеп қалады. Ал. Қош кепсіздер. Құда-құдағилар. Енді ағам көке туылған күніңіз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылсын. Құдай қаласа жейшем екеуіңіз қосақарыңыздар. Осы қызылдардың рахатын көріңіздер. Небере шөбере, неберелерді көріңіздер. Құдай қаласа сол неберелердің үйлену тойларында осылай тойлап отыра берейік. Құдай қаласа келініміз Маратымызбен бақытты болсын, жастарымыз бақытты болсын, арқасына қызылдар ере берсін. Құдай қаласа есен аман босанбасын келініміз, біздерге де жұғысты болсын, неберелер. Қош келіпсіздер, келатқан жаңа жылдарыңыз барлықтарыңызға құтты болсын. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер жаңа жылдарда. Осы ескі жылда орындалмай қалған армандарымыз жаңа жылда Құдай қаласа орындалсын. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Осы үйлерде әрқашанда жақсы тойлар, думандар, туған күндер бола берсін. Көке Құдайдың берген жасына жетіп, өмір сүріп, жақсы осы небере шөберелердің бақытына аман есен жүре беріңіздер. Қош келіпсіздер. Келгеніңіз үшін рахмет, танысқаныңызға қуаныштымыз. Бәріміз үйлеріңізде жақсылық болсын, жамандық болмасын. Осы үйге жатқан жақсылыққа келіңіздер. Бекалта туылған күніңіз құтты болсын, жасыңызды жас қосыла берсін. Біздің қуанышымыз үшін әрдайым өстіп алдымызда аман есен бақытты болып жүре беріңіз. Мамаммен әрқашан өмірлеріңіздің ақырына дейін бақытты болыңыздар. Неберелеріңіз көп болсын, дастархандарыңыз әрдайым ашық болсын. Алыңыздар, құдай келе. Жақсы тойлар болсын. Иә, дұрысша құдаға айтып жатырмын да, ой, басқа бір қызымыз жоқ екен. Енді інілеріміз секілсекін, ағамыз қыз келіп қалады екен. Насып болса. Әбит айтады ғой, екі арасында жетісін адам күте аласың ба деп. Күте аламын, құдайға шүкір, тағам алдынан үй оғалып қойсын. Қыздар табылады, қой берді. Табылады қыздар. Құдай қосады деген, Құдай қаласа. Қызы бар, бияқтың қызы бар. Иә, соны айтып жатырмын ғой, алыңыздар. Болса барында. Ал сол барамыз о деймін шамалар. Сазет, алыңыз. Өзі майғылы осында. Алыңыздар. Қаншынша? Алыңыз. Құдай екенсіз. Күйеуіңіз бүгін осылай.
негізі құлақлар болған рахат екен иә Адайдың жігіті тәтті ал болсын деп беру ереке қайнағалар кімге ана кімге бар деп біздің үйдің иә аллаға шүкір бар депті сөйтіп екеуі жетектесіп келіпті жүр сенің үйіңе бір қонып өтейін депті сөйтіп үйіне келсе жаңағы 5 жасар бала жүгіріп шыққан ғой алдынан сөйтсе айтады әй мынау ма сенің жаңағы ұстарың десе иә осы деп қамшысын лақтырып жібереді ғой сөйтсе бар балам алып кел дейді анау жүгіріп келіп жаңағы қамшысын алып келеді міне дейді жаңағы құлын тай орнын басады дейді ғой иә сол сияқты кішкене жеткізе алмай тұр сондай дейді ғой міне депті арадан нетеді десе жаңағы бай айтыпты иә сендер керемет сендер жансыңдар керемет жансыңдар жағдайың осындай екен деп жаңағы жарты байлығын соның үйіне тастап кетті жаңағыдай бір мешок алтынын сол сияқты мынау Марат біз үшін әлі кішкене бала сияқты еді да жаңағыдай 4 қызынан кейінгі жаңағы тағамның не дейді жаңағы жылқыстары ғой жаңағыдай наследник жаңағыдай Марат үйленіп жатыр екен десе ойбай Марат әлі жас қой дейміз ғой қарасақ уже 23-тен асып қапты сөйтіп құдайға шүкір Маратты да үйлендірдік міне құдай қаласа жаңағыдай қыздарымыз молодец тоқтай тұрсаңыз мен қазір ұмытып қаламын да мен бір Сырман деген ағам бар сол жаңа бір үйіне келеді жаңағы көшеде жүретін ағам ғой тіршілік істеп үйіне келсе жаңағы жеңгеміз алдына шығып сәл қызығырақ деген ұқсайды жаңағы ағамыз Сырман деген айтпашты па десе сол үшін емес қызын айттырып келіп отыр ой шешең деп жаңағы ашуланып шыққанда қашадай қызға да келе беремін адам деген ана мына бірден нәрсе жаңағы жеңшені алды ғой мен саған 18-ге келгенмін сен қызың 19-ға келді ғой десе қой еще 19-ға келіп қалмайды мен саған тигенде 18-де едім қызың 19-ға келді қой еще 19-ға келіп қалмайды маған білмей қоя салды да ол сол история өзінің басынан өтті ғой мысалы мен нағашы жұртыма түстім дедім ғой 18-інде шықтым да 96 жылы шықтым сөйтіп жаңағы қызым бұл жерде оқыды жаңағыдай аптекада істеп жүр мама осындай сөйлесіп жүрген жігітім бар күйеуге шығамыз деп қойшы деппін да әлі жассың ғой қойшы десем мама өзіңіз нешеден шыққансыз дейді ғой қызым 23-тен асып бара жатыр уже кейін жасына қарап ойбай иә деп қоямын ғой сол сияқты бізде әлі жас сияқты да сол сияқты жаңағы Маратты да үйленіп міне құдай қаласа әке болып Майраға жаңағыдай құшағына гүл бітсін ұл бітсін қыз бітсін Тоқымбай енді тобымен жүреді деп келесі сөзді Тоқымбайдың жігіттеріне берем демекші болған өзім жолдасынан бастаймын ғой жасы үлкені ғой жас емес маған иә жаңағы қалған жігіттер кешке келе береді айттық қой екінші сеанс кешке қайтадан бастала береді бекжан келген сіз деймін 7 жас үлкен көп жолдастарымыз Алматыға келіп жаңағыдай ой так культурный болды мына культура деген мына жақта екен деп сенсіреп кетті тәуба үйренген ауыз 15 жыл елімізде сіз де бұл жерге келіп сенсіремейін деп иә сіз деп қоямын мен мәз болып қаламын біз жақта болса сіз деп айту біз менталитет менің шешем әкемді сіз деп бәрі бір жақта ол кебеше нәрсе ал мына жақтағы естілер біртүрлі болады екен да неге сіз десеңіз құрмет ол құрмет құрмет шығар шәлек жағында қожаң егем деген сөз ауылда жүргенде ана кісінің бар ма егесіз қожайынсыз сізді бұл кісінің шәлек жағынан келгенде сіз деу керексіз арқада жүреді екі қадам артта жүреді жүретінбіз ауылда жүргенде қалтада метр бар ма қалтада сөзіңізді бөлгеніңізге кешіресіз мен негізі Өзбекстанда біздер әке-шешем Қазақстан мен Өзбекстанның шекарасында Гагарин деген сол жерде жүрді сонда менің әкемді шешем міне өлгенше аты Мамай Мәке дейтін сосын өлмәсе сонда мен шешеме айттым сен осы папаны жақсы көрмейсің ба сіз дей бересіз десем мен жақсы көргенімнен айтамын сіз деп сосын бір күні күйеуіме айттым да қойшы сен де сіз дейінші деп бір екі күн ұрысқаннан кейін қойшы сен деймін
Adam ортаға қарай құрметті, біздің ауылда шешелерімізден үлкен кемпір оқылды қазір. Өзінің үлкен баласының атын айтпайды. Біз айтамыз да, балаңыз ол нағып айтпайсыз, жоқ ол дейді кемпір шалдың баласы болатын уақытында дейді да, жаңағы үлкен баласы ол. Енді кемпір шалдың апам, атамның баласын деймін ғой, соған атын атамайды. Осы күнге дейін айтпайды. Өзінің баласы өзінің туған баласы. Ал енді сөз сөйлейік. Осы ненің бәрі біздің ұлттың, менталитеттің, салттың бір көркем дәстүрі ғой, жаңағы сіздер сөйлеу, атын атамау. Мен сізге айтып айтпаймыз ғой. Кстати, сол Гагариннің Радуан школының 71 жыл поселок Ержан мен Метрикам. Земляк қаласы білеміз ғой. Мен Гагаринде туылғам. 67 жылы әкем Тоқымбайдан Гагаринге көшіп кеткенде, сол жақта мен туылып өсіп, тек армиядан кейін келгенмін Тоқымбайға. Қош көрдіңіздер. Гагарин қайда еді? Сырдария. Сырдария облысы поселок Ержан. Салрахимовтан жаңа ашылған автостанциядан 2-3 жүретін Ташкент Гагарин деген. Адайлар көп тұрды жерде жаңыз болса. 2,5 сом метр. Söyleyeyim sana. Televizyon izleyen Kudan'ın. Dağımız özümüz izleyen. Legal Kuda. Kamera boşa. Жеріміз тағаннан кейін бір құда жеңші. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын. Құдалар қош келіпсіздер. Жаңа жақсы тілектердің бәріне қосыламыз. Жақсы арман ниеттер орындалсын. Құдайдың мына берген рызық несібесіне шүкіршілік етіп, денсаулықта, жақсылықта үстіп көрісіп жүре берейік. Сіз біз болып. Небере, шөбере, қызығын көре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болып, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Ал менден президент қош келіпсіздер, құрметті қонақтар. Бүгін ағамыз Бек ағамның туған күні екен. Мына туған күнде ағама ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Ешқашан қартаймай, біздің арамызда бас болып жүргеніңізге тілектеспін. Үйіңізде әрқашан осы дастарханыңыз жақсылық қашыла берсін. Осындай достарыңыз, құдаларыңыз барлығы жиналып, қосып отыра беріңіздер, құда-құдағилар бәріңіз болып жиналып. Небелер, одан кейін ебере, шөбере дейді, соларды көре беріңіздер. Міне алыстан келіп отырған құдалар, сіздерге рахмет. Уақыттарыңызды көріп біздің ағамыздың туған күніне келіп отырғандарыңызға. Мынау құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Еліміз тыныш болсын, аман болайық. Туғаныңыз құтты болсын. Женский рода потом сөйлейді, а то болып кетпесін алыңыздар. Гүлшат, алыңыздар, Балжан шай дейді. Неге сонда бұл кеше тойда отқан кезде жоғарыда бір шал отыр ғой. Сол шалға Шал кемпір болып, осы өсіріп жатқан қыздардан, балдардан, неберелерден қызығына бөленіп жүріңіздер, шөбере көріңіздер. Құда қаласа, мына жастарымыз бақытты болсын. Майра келініміз жақсы, қайным екеуің бақытты болып, құда қаласа қойынына алып, бесік тойларда отыра берейік. Әрдайым осы жерге жақсылыққа керек. Алматыға билет алайық, жақсылыққа барайық деп жүре берейік. Алыңыздар.
Хуш кепсиздер Кудайга. Осы кепсіздердің екеумізге келесі келатқаныңызды айтыңыз, бірге билет алып келейікші. Қайтуға бірге ме десем, қайтуға бірге емес екен. 2 сағаттан кейін қайтар екен. Мына екеуін көтеріп екінші аясын лақтырып жіберген сөйлесетін ішінде. Әңгімелесетін ішінде зер көріп қойын дедім, бір апа келіп жатыр екен, Қызылордадан ба, бұл жақта Уральский, бұл жақта Семейге, сөйлемейді екен. Бірге таптым, апа енді жасы. Bizim tarafı turladı, 3 gün görüp turladı sıcaklara böyle. Her bir ulabalatın sıcak çıkın, çaylar sonrası salamazsa turladı. Aynen tarafından görüptüler. Rolak söyledi. Tamamlarınız жолға. Ендігі жол сапарына шықсаңыз, кітаптан жақсы жоқ. Соны айтамын. Мынандай дастархан, мынандай компания болса, не келмес? Менше ұмыт кетпеңіздер, баратық деп айтып қойыңыз. Менше ұмыт кетпеңіз деймін, осы жерге келатық деп айтып қойыңыз. Жоқ, сіздерді бір жаққа бара беріңіздер, бірақ мартқа шейін барыңыз. Марттан кейін қол теңге кетеді. Осы Чимкент жасы етеді ғой. Августта тойға шақырсаң біреу келмейді, шабығы бар, мақтасы бар. Мен қашан туам, сол кезде той жасаймын. Сендер күтем ба деймін өзім төркіндеріме шығып. Сосын, ой енді біреудің ерке қыз болғасын жылаймын ғой, ашуымда барсам. Айналайын, қыста күзде тусаңдаршы айналайын дейді ғой. Тойды сол уақытқа қойыңдар дейді. Жетісайдан, Чимкенттен, Сарыағаштан қонақ шақыратын болсаңыз, сол декабрь айының өйтіп көп емес та, бір он емес күні. Қамса таза керекте. Ал жақсы, рахмет сіздерге. Ал рахат жечем сөйлесіп, қолымыз болып кетті ғой, бір айдан шығайын. Иә, қайта сөйлей береміз, тобымен жүреді дедік қой. Ал, иә. Қайнаға, туған күніңіз құтты болсын, еліңіз сау болсын, әрқашанда осы үйіңізге дастархан молынан жайылсын, дастархандарыңызда ақ кетпесін, уайымдарыңыз жоқ болсын. Тек бала-шағаның Алла Тағала жаманшылығын көрсетпесін, жақсылығына шешем екеуміз бірге куә болып жүре беріңіздер. Айтады ғой, құда мұңшылдық дейді ғой. Осылай құдалықтарыңыз мұңшылдық бола берсін. Арада дорбаларымыз жүре берсін, ары-бері. Не деймін басқа тағы да. Мырзаға дені сау болсын, генерал болсын. Шейіндері өсе берсін. Көріп жүрміз ғой, неше жылдан бері. Оңай емес енді мырзағаны түсінесіздер. Жұмысқа мен келе алмапты ғой енді. Өздері де жуырда немерелі болды, қыздар. Пока не оригинал болса да, бұлар бақытты, тұңғыш немере ғой. Міне 3 ай болды көшіп келгенімізге, Алматыға көшіп келдік біз. Қыз кімнің өзінің әжесі, өзінің атасы бар еді. Иә, оригинал емес қой енді. Үлкен немере да өзі. Иә. Сол қайнымыз генерал болсын, ағаларына жүре берсін. Жолларын берсін. Жолымызды берсін. Қыз тапсын, ұл тапсын. Алла Тағала өмірімен берсін. Сол, алыңыздар. Өзіңіз алыңыздар, келектеріңізді алыңыздар. Жақсы ма? Аман әшенсің ба? Ойлаппыз. Алсай Just
Осы шаңырақтың күйеулері. Күйеулер, иә. Иә, единственный. Құда жаңа айттым ғой мен. Сен единственный емес, сен не повторен дейсің. Ай, ауылдастарына ояққа жеріндер ғой. Ой, вообще, Ақмарал, келсеңдерші. Басына бағымын... Кеватыр, Ақмарал келсей. Ақмарал Келсеңдер. Кел, Гүли. Ал, Нұрғали, сен бастай бер, Гүли кеватыр. Гүли, кел. Нұрғали, сен бастайсың ба, стакан берейін ба, я мен бастайын ба, стаканды ал. Жолға қарай, айналайын, адай болсам қайтейін десей. Қыздарға беріңдер, қыздар жолға араласады. Жоқ, күйеулер Өзбекстан қыздары күйеулерін сыйлайды. Мазар. Ай, мен осы үйдің қазір башасы емеспін. Қайбеке жоқ енді маған. Ал, Нұрғалиға сөз, ең соңғыш күйеу. Осы ендеріңіз үшін рахмет. Осы атам мен апам өміріңізде бақыт болсын. Сіз ендеріңіз рахмет. Өміріңіз ұзақ болсын. Көпшілік үшеуіне қосам. Алыңыз. Рахмет. Сөйле. Кішігірім бір сұрақ, Нұрғали. Нұрғали ақына, сен атаң туған күнін құттықтап сөйледің, ба? Неге атаң қосылған? Туған күн атаңдікі ғой. Апаңның өзіңізді атамасына Құда, бір сөзді сен сөзге мен жауап бере салайын. Жоқ, мен Нұрғали, сен сұрақсау сөз келген. Туған күн атаң апа, екеуіңіз бақытты болсын. Атаң туған күн құттықтап болсыңыз ба? Жоқ, бұл енді Құда, мен айттым ғой жаңа сөзіңе мен жауап бере салайын. Енді мен де қайнада жоқ болсам мен көріп атмайын. Мен шүкіршілік істеймін ғой, сол үшін мен жауап берейін деген ғой. Жақсы. Ай, молодец, сол үшін алмай-ақ қойыңыздар, күбәпшен сөйлесін, кейін алыңыздар. Әже туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Апам екеуіңіз әрдайым бізге бас болып жүре беріңіздер. Құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Әрдайым осындай ашық дастарханда жиналып, күліп, қуанышпен отыра берейік. Не дейміз? Нұрғали, сен үйіндегі ма? Менің ағамның үлкен қызы. Оқшатмаса үшатмас деген сөз бар. Шамасы, тумасын деген. Екі жуас қос көріпті қазынан да кісінің кімге естейді? Жуастан жуан шығады, Құда сіз не деп отырсыз? Сіздің үйінде сөйлей ма? Сіздің үйінде бар ма? Сіз дейді ғой? Күлкі болсын дегенім ғой, Құда жаңа сіз айтқандай. Жоқ, күлкі болсын болады, бердіше, мынау айтты ғой, бір-біріміз сұрасатын неден жағдайда. Мына дастархан басында күліп отырайық деп ше, бір әртүрлі әзілдер қосылады, мынау бізде сіз көгермеңіз, қызармаңыз, біз Құдай екеуміз әзілдеп сөйтіп ойнап, дастархан күлкісі кетіп Жоқ, менің ниетім сол. Ниет сол, ниет мынау дастарханда күліп бір-бірімізде сынаудан өттік. Дұрыс па? Құда, өтпедік па? Ерекем атыңы деген тілекті айтты. Не дейміз? Денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашанда күліп ойнап жүріңіз. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Әрқашанда осы үйде той болсын. Құдай қаласа, бесік тойға келіңіздер. Әрқашанда ауырмаңыз, сырқамаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Әйтеуір біз келген кезде күліп ойнап жүрсеңіз, соның өзі бізге өте керемет қой. Осындай, ода емес, сіз де түсінбедіңіз ғой. Мынандайда, ата
Ақтамыз болмайтын болса, мына қайдан келді? Вот так, бірінші о, еркек басқа түсу не болады. Сіздер ренжімеңіз. Әрқашанда күзде ойнап жүріңіз. Дастарханыңыз кең болсын. Үйдің еркегі би дейді ғой. Әрқашанда бақытты болыңыз, аңсаған арманыңызға жетіңіз. Өніңіз, өсіңіз, немере, шөбере көре беріңіз. Сол үшін ақтан алып қойыңыздар. Жұбайыңыз. Аты Ақмарал. Осы ақ дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Апам екеуіңіз әрдайым біздің бақытымызға аман болыңыздар. Осы жерде айтылып жатқан әрбір жақсы тілектер Алланың құлағына, періштелердің құлағына шалынып, Алланың құлағымен орындала берсін. Ауырмаңыздар, мың жасаңыздар, немерелі, шөберелі болыңыздар. Сіздерге рахмет, осындай қыз өсіріп, бізге сеніп беріп отырған әке-шешеме. Екі елдің көпірі болып, алтын көпірі. сіздер алтын көпірі болып, бір-бірімізге жалғап тұр. Бақытты болсын, шөберелі болсын. Әрдайым құдалық мыңжылдық болсын. Ақ дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Осы үйге тек қуанышқа, тойға келіңіздер. Ура! 100 жасына келе беріңіздер. Осындай күйеу балалары болсын. Молодец, күйеу балалар әйтеуір осы үйде жиын болса, жүгіріп, желіп, жаңа қызметтерін аямай, Ташкентте де ар жақта екі қыз бар, келемей отыр олар. Олардың орнында осы екеуі басып отыр. Рахмет қызметтеріңе, Нұрғали, Ербол. $100 Бәріміз бір елдің күйеуіміз ғой, бүгін таңғамыз бәрі. Күйеу болу басқа, енді демек такого қайната. Әркімде күйеу қыздардың айтқанына шықпайды деген. Дәл солай. Сіз дұрыс сөйлемедіңіз неге? Ойбай, мен осы үйдің неберінен шықпайды демеңіз. Біз қолымыз тиса келеміз да беріп. Мен сенге қызмет беремін. Рашид пен Нұриктің жоқтығын білдірмей Мен екі бажам бар тағы, Ташкентте. Мен Ташкент ақшам, зор екен. Бір барып қайтқысы келмей қалды, не дейді анау, немеді, неге шықтың сен, айтып, телебашаға алтынан қайтып. Сәле негіз бар ма, қазір 4 күйеу баласы болса, бұда екеуі өшеді ғой. Қайынезін жақсы көретін білдіріп қойды. Нағыз. Мына, мен нағашыма жаңағы тыңдасаңызшы еді. 3 қыздан кейін жаңағы 3 қызды қолмен ұзатсаң, әкенің несі жәннаттың төрінен орын бар дейді ғой. Нағыз 4 қызында нағашым өзінің қолымен ұзатып отыр. Ешқайсысын ұрлап кеткен жоқ, басқа қылған жоқ. Жаңағыдай құда түсіп, өз қолымен ұзатып отыр. Енді жәннаттың төрі нағашымдікі, әлі ол жаққа ерте деп ойлаймын, әлі 100-ге келуім күтеміз. Жеңешеме ма? Иә, конечно, оған бөлек тілеу ғой. Ал сонымен алайық давайте. Ақбұдан Алматы ұрлап кету бар ма? Барлық жерде бар ғой ол. Қапқашу бар біздің ауылда. Ұрлап кету жоқ. Яғни құда. Алыңыздар. Күйеу балдар бақытты болсын десе, бәрі бақытты болады. Негізі әр елдің адамында еркек басында бір күйеу балдардан бар ғой негізінде. Солар жақсы болса, қыздар ой, жүре береді дейді ғой. Күйеу балдар жаман емес, жақсы. Бізде күйеуіміз жақсы дейді. Бізге сау күйеуімізді жаман қойды. Алыңыздар енді. Жәні құдашы, алсаңыз.
Садик болбой. Осылар келіп садик ашқаннан кейін кімнің Гүлімайдың баласын тегін алды. Сол айтты ғой, сол кезде білеміз. Көршінің сұрайды екен ар жақта. Құдағы жаман сұрайды ұяқты енді білмеймін. Құдайдың күнінде қойсын деген. Елеге тамақты Құдағи, нәрсеңіз енді. көршіңізге деген Құдағи деп алдыңыз ғой. Оны да айтатын уақытта мен өлеңі білмеймін, бірақ сөйлесем сөйлеймін да өлең. Анаға жетпедік қой ана орыстардың, ты меня уважаешь, или я тебя знаю. Құда оған бармайық. Мен кім білсін, түн ұзақ қойды. Ал жақсы осы жақсы отырыстан айырмасын. Осы көршімізден айырмасын деп қоямын. Майрада жақсы тәрбиелі жерден шыққан, рахмет сіздерге де. Әйтеуір сәлемі түзің. Көрсе, иіліп сәлем салып тұрады, онысына да рахмет. Үйіне келсең күліп қарсы алады, бұған да рахмет. Көршім жоқ болып қалса іздеймін бірақ. Маратқа кетіп қалады, ой Майраға кетіп баратырмын деп кетіп қалады, мен айтамын, біздер не сонда, бізді ойламайсыз ба десе, жоқ мен келініме барып келейінші, балама барып келейінші деп, сосын кей кезде тиісіп қоямын, келінім деп балаңызы, келін бақана балаңызды көруге баратырсыз ғой деп. Со дегенде осы Сәлимет әтенің жолыны берсін енді бізге де. Мен баламам военный, енді онда үйден тұрып, Мараттыңам шендері өсе берсін, жылдан жылға немерелер көбейе берсін, шүлдіреген бала болсын, ауызбіршіліктен айырмасын. Байқалесе келсеңіздер осы жерде тағы бір үйіміз бар деп келіп тұрыңыздар. Енді бәріңіз дендеріңіз сау болсын, үйлеріңізден күлкі қайырылмасын. Жақсылық үшін бейгі алаған бағаны құттықтадық қой тағы. Зорын сөйлеп отырмыз. Енді маған жаңағы не салғандай сөйлеп жатырмыз ғой. Осы менің енем деп айтпадық, енді апа дедік біздер. Апамның жасыны берсін, 102-ге келіп қайтты. Соның денсаулығын берсін. Немере шөберелер көп бола берсін. Біреуіні қолыңызды алсаңыз, біреуіңіз арқалам, біреуінің мойныңызға мінгізіп әйтеуір шүлдіреп жүре берің. Сәлимет әте екеуіңіз тәтенің етегі боқтан айырылмасын деп қояйын. Арада бағила құдағым шақалып кетті. Не профессионал жүргізуші қойып. Бағила құда шақалып. Сіз мені кімге қосайын деп отырсыз? Давайте көршілер үшін ұғырақ. Немереңіз 40-қа келгенде үстіңізде атқы мініп жүрсін деп айтыңыз. Сонда осы кісі 100-ге келген болады. Онда мұна осыған атам деп атқы мініп жүрсін деп келесі тосты, мұна құдамен екеуіңіз бір жұп болып сөйлейсіз. Мұна құдада қалып кетті, жаңа өзі сигаретке өзі көп шығады екен. Неге сигарет желеу білеміз ғой, арақ ішкенде Давайте, көршілер үшін Al
Bulan bitti. Bulan. Var şartlar alacağız. Bir kişi gitti. Karnı alaydan git.
Hey,
Şarkısa şapayı yine
Al Kudagılar, hoş geldinizler. Biz endi ikinci bölümdü bastırgalı oturmuz. İkinci bölüm, ya bir-birimiz tanımaymiz, tanısak. Janagıday men bugün o uydun жүрgүzүүчүsü atalып algamın, Samazbanka. Ya,
Ana elbasımız aytdı ғой, sırttan almаңдар ешкімді ішкерден. Сол үшін әншіміз де, жүргізушіміз де осы Бектұртардың ішінен алдық қой енді бүгінгі күнге. Сөйтіп құдасы, менің жүрген ағамның балалардың басқарымыз Амалды құдасы. Негізі бізге нағашы болып береді бұл кісі. Сүйек жарғып атқан жайымыз бар. Мұраз деген құдаларымыз болады. Байлар жандар. Байлар жандар. Жадырмаларымыз қызы берген, соның мына кісі жаңадан досан құдаларымыздың құдасы. Бегал құдамызбен битталы түседі, олар ең ырымалды деген жаңа бірінші қыз бар. Балдардан құдалар бар еді, ол кісілер келмеді екенде. Осы сіздердің балдарыңыздың бажасының әкесі деп айтсам дұрыс бар. Анау екі аяқты бажа тарту, төрт аяқты түйе тарту дейді. Сіздің балаңыздың Мұраттың бажасының әкесі. Ораз деген менің нағашым Досанның құдасы. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Маған негізі бізге нағашы болып келеді. Маған таға ол кісі, нағашым Досанның құдасы. Ораз деген құдаласы болады. Осының қайнатасы, жаңағы сіздің кендеріңіздің әпкесі. Бұлар құдағиымыз. Құдағи болғанда Досанның құдағиымен жинчем. Мен жинчем оңызды тұрғарайды айтсайшы. Мен дедім ғой, мен. Менің жиен қайным өзі, жақсы көретін қайным өзі. Менің құдам. Мені айтады қайным деп, құданы құдам деп. Жоқ, сіздің атыңыз, фамилияны сұрап атқан жоқ, отчествоңыз не? Менің отчеством Мансуровна. Мансуровна деген құдағиыңыз болды. Күлбақа. Үлкен қызының қайненесі, қайнатасы. Сол кісілерді қазір үлкен қызбен күйеу балаңызды көрсін ғой алдында. Бажасы. Жігітті таним. Жігітті қызды екі баласын үйлендірмей тұрып қызын ұзатқан. Бұдан үлкен балалары бар. Бірінші құдасы. Досанның құдасы бар. Менің нағашым. Мен Гүлбаға деген Досанның құдағиым, мен жиншем. Жас сіздердің балдарыңыздың туған ба жас? Оны көзіміз көрген, қалай көрсін, жүгін әкелді, тойда келді, қызы бірге. Қалай араласып етіп, бажасын үйіне кеп жүр, бұл үйге әлем миллион рет келеді. Енді отырыңыз орныңызға. Жоқ, мен отырамайын, мен Анау, жаман үйдің қонағы билік кетпесін, енді Жоқ, бешбармақ келеді, жібермейді екен. Сіздер қызыдан сұрағы екенсіздер, Менің нағашым сіздерде түсінбей қалды күн-күнде. Мен қайтесті, Досанның құдасы құдағай болды. Ағарай өз қарындалар. Нағашы жиен сіздер бізге құдасыздар болды. Біз ағарай білмейміз. Құдағи. Мына кісі менің үлкен қызым мынау. Нағашы жиенді берген. Нағашы жиенді қоятын құдағаларын айтып. Мен мынау үлкен құдашаларым. Үшінші құдасы. Қыздар еге құдай. Балдар жиғанда. Тұрыңыздар, бөлмей тұрыңыздаршы, ладно. Майнаның әпкесі, аты Айгерім. Мына кісі қайнатасы, есімі Ораз. Мына кісі құдағиым, есімі Гүлбақа. Бұны менің күйеу балам, және Мараттың бажасы, аты Бақытжан. Осы сіздердің осы елді мекендеріңіздің тұрғыны короче. Алматының тұрғындары. Мен басқаратын болсам, менің тағам, жинжем, Жасы қыз, жат
жерге кетпейді, бегене болмаған, нағашы жұртқа берілген. Иә, болды. Мынандай, біздің шешеміздің інісі бұл кісі. Ағайын інілері, сол жаңа сүйек жаңа нағашы жұртына түскен. Сол жаңағы ертеңнен артынан ізіме өшіп кетпесін деп, өзінің інісіне немере қызын берген. Құда-құдағи сіздермен бір енді әкенің жолы үлкен, осы үлкен кісілер. Yani ölgen kızımın kaynanası Özümüz aramızda Kudalar aramızda özümüzün nağız jenimiz özümüzün jenimiz Söyle degan kız sol kız endi жаңағыдай söz barısında mынау кішкене той ғой соған енді жаңағыдай бір-бірімізге сөз бергенде біраз анау құлақ салуға не еді арнаған өзіміздің қарындасымыз бар жерім Сөйле деген жерім осы Сөйле жерім қазір енді осы стол несіне отырыста сәнін келтіреді сол себепті енді сіздерден бір жаңағы көрімізді бір жылдай екі жылдай көрмегенбіз бірақ енді осы тамада деген өзіміздің неміз бар ғой сол сияқты тамадамызға құлақ салуға көп уақыттарыңызды алмаймыз бір сәт минуттарыңыз қараңыздар жаңа кісілер келді ортамызға иә амандасып тихо все енді айғайлаймын енді егерге воспитательница емеспін мен тыңдаңыздар мына осы жерден бастаймыз бері қарай өздеріңіз танисыздар мына қыз құдаша бағила деген құдаша оның жолын айтайын осы үйдің кенже қызы мына құдашаға келін болған бауырына Ақмарал деген қызымыз келін болған бұл осы кісінің абысыны бұл кісінің аты Гүлшат құдаша иә Ақмаралдың қайын апасы болады егер көріспеген болсаңыздар таныспаған болсаңыздар бір шеттен таныстырып өтейін дегені мына құдаларыңызбен таныстар бегалы осы үйдің иесі менің нағашым ең үлкен нағашым мамамнан кейінгі мына кісі осы бегалы нағашының бұлар туысқандар 5 қыз 6 ұл менің мамам ең тұңғышы сол қыздардан ең кенжесі Сабира есімі так, ары қарай мына кісіні танисыздар көрмеген шығарсыздар внимание бұл кісі бегалы тағамнан кейінгі перед последний 5-ші ұл Закир подполковник Закир және біреу бар қазір келеді ол бұл кісінің келіншегі Рахат жеңгеміз міне Сіз декелярсыз онда? Енді мына кісінің жолы үлкен еді, енді минута внимание, бір шеттен келген үшін жаңа жолына қарамай қойдым. 3-ші нағашымның әйелі Ташкентте тұрады. Нағашымның аты Шералы, жеңгем өзіммен аттас Сәуле. Ташкентте бір представитель. Все, біліп, 2 минуттарыңызды алдым, ренжімеңіздер. Алдыңызға қойған аттарды алыңыздар. Енді құдағиды, енді танымайтын адам жоқ шығар. Ақшыбұлақта не дейді, қызмат көрсеткен артист дейді. Сәлима құдағиларыңызға бір қошемет. Қазір қонақтар, жаңа ең отыр, сіздердің бәрін таныстыратын өзімнің женіміз, Сөйле женім. Сөйле женім, өзім нағыз женіміз, тұңғыш женіміз. Сөйле дегеніміз. Күйеуі Бейжан. Жолдасым ап кетіп тұған мен. Жолдасым. Семейный, дуэтпіз ғой жаңағыдай. Құдаларыңыздың ағайыны, сол бұраудан. Бірақ болмайды, өзімнің ағам. Ана деген ақшыл керек қой мына жерде. Дайын ғой, иә? Ештеңеге әкелеміз. Мынаны ше?
Bәрі болмасын. Өзіңді болса, істеріңе амырсын. Жақсылық берсін. Әрдайым басымыздың осындай жақсылықтың дастарханында болсын. Алпысқа да басы ғой, алпысқа да қолыңызға жүзге келіңіз. Бұдан жасыңызда жүзден асыңыз. Бұдан өсіп алған ол қыздарыңыздың ақылды қызығын көріңіз. Соның құласы болып жүреді. Бұдан сіздің жаңағыңызға тек осы жақсылықтың дастарханының куәсі болып егер ширек қатты әкеліп баратсаңыз, сізген звонаңыз, мен басында кейін сізге жоқ, жасауға нәбісен жасап бұл әзіні құлағы яқты құлағы естіп қалып мен телефонын бошын жоғалып тастамас әзіленгені бірақ күліп ұрсын деп атында құлағыңызға құдайға жүзге келіңіз осындай қыздарыңыз қызыққа көріңіз сіздің мына абыройыңыз сеніңіз мына осы жерден көрініп отыр мына жеңдеріңіз жеңгеулеріңіз күйеуіңіздер қаласа қаламызға келетін жағдай қаражаты бар деді атасы соған деп отқан құдаларына таныстық бәріміз біздің осы жерден келіп отырмыз құдаларым сіздің жаңағы қорыққаныңыздан келіп отқан жоқпыз сыйлағанымыздан келіп отырмыз бәріміз осыған сегіз ата берсін бұл жақта көп болсын деп құдаларға рахмет негізі бекінің айын болып жүр екен енді айта берсең әңгіме көп ішің толады бұл ішіне толтыратын бірінші қамыр екінші арақта жақсы әңгімелерді өте көп айтқым келіп жатыр сіздерге мен нағашым жақсы тұрамын деп жатыр негізі нағашым келеді сүйек жаңартқан жеріміз бар қатынасымыз сол жеңшем андай не ауыр көтеріп деген туалдайсыз енді былай айта беретін болсам сөз таусылмайды бір жарым сағат сөйлейтін жағдайым бар сөз шешемдерім жоқ бірақ дегенмен айта беріп біртіндеп бәрімізді жүректен шыққан сөз жүрекке барып қонады білеміз ғой сөз тілден шығады тілек жүректен шығады мен жүректен айтып жатырмын құдайға құдағыңыз жүзге келіңіз құдай қаласа сіз жүзге келгенде сондай жасқа келгенімізді қырық жылдан кейін сіз жүзге келсеңіз ше сол күндерге осы үйге келіп немерелеріңізді үйлендіріп шөбере көріп шөпшек көріп алу нәсіпсін сол қызығшылықтарыңыздың бәріне серік болады бірге көрейік бауырымызда алла құда мың жылдық сыйлы ғой алла тағалам ұзағынан сүйіндірсін мың жылдық болсын деді оның бәріне сізге деген тілегім мына сіздің шаңырағыңызға мына туған туысқанына көрші қалам бәрі көшеде отыр ғой бұл сіздің сыйыңыз абыройыңыз бұдан да арта берсін бұл сізге мына сіздің шаңырағыңызға деген тілегім бірақ мен өзім нәпсім шешіп қоя алмаймын сіздер кейіннен келдіңіздер да бұлар бірінші бөлімнен сөзге шықпай қалған қонақтар бар бес сол қазақ сөз бермейді деп бізге бөліміміз жоқ ғой кім бағила құдай жалғастырсын сөзіңізді жаңағыдай айттық қой біреу сөз қалдырмады иә бағылып жатыр ғой жүрегім жарылып құлағым елеңдеп мына сарыағаштан деген соң құдалар өзім төркінім келіп отқандай отыр мен өзі Жетісайдың тумасымын руым Қоңыраттың қызымын Оразгелдімін иә Оразгелдің ішіндегі тектісімін сіздермен осындай танысып білісіп жатқаныма өте қуаныштымын мына құдашалар құдағи тәте қайдасыз шақырыңызшы көз білісіп жаңағы танысып тойларда бірге отырамыз дегендей міне мен
Мына келінімнің шашбауын көтеріп келіп отырмын. Осы келінім Адайдың қызы. Адайға. Мына сіз келініңіз ба? Келдім мен. Қайдыңның келіншегі бұл. Осы кісінің шашбауын көтеріп келіп отырмын. Мына осы келінім, осы үйдің Ақмаралдай деген сұлу қызын алғанбыз біз. Жаным сол. Ақмаралды негізі құдағи маған құдағи Ербол құдам. Бәрі құдағын айтып тұрмын, мен де айтып қоймын. Ерболдай құдам бар мен. Сіздерге күйеу бола бастадым. Қараңдар, тәтеңді бұдан кейін құдағи деп айт. Мына кісіні құдағи. Сен бізге қарындасысың ғой? Оны құдағи деп айта бер. Ретімен айтып жатсыз қосыла. Сол ойымды бөліп жібердім енді. Ерболдай құдам бар, Ақмаралдай құдағиым бар. Міне аға, тәте, осындай қыз өсіргендеріңізге сіздерге мың алғыс. Әрқашанда күліп тұрады. Құдағи болса да маған сәлем береді ғой. Мен айттым, сәлем берме, сен құдағисың десем, қойыңызшы женше деп қойды ше мені. Мына құдам да женше деп сыйлайды. Не дейді? Адам сыйлағанның құлы бол дейді ғой. Сол үшін өте қатты сыйлаймын. Мына құдамды да, Ақмаралды да, сіздерді де өте жақсы қыз тәрбиелегенсіздер. Осындай берекелі, мерекелі, инабатты, тәрбиелі отбасыдан шыққан қыз тура Ақмаралдай болады. Маған да ол, Сіңлем деп, қандасым деп айта берсе. Жарайды енді, осындай керемет отырыс болып жатыр. Өте қуаныштымын. Ел мен ел қосылып жатыр. Жаңағы араласып, танысып, білісіп жатырмыз. Барлықтарыңыз үйлеріңізде береке бірлік болсын, барлықтарыңыз шаңырақтарыңызда осындай той болсын. Осындай ашық дастарханда кездесе берейік. Жаңа Ерістеу Негіздің киносын айттым ғой, 60 жылдық. 60 жылдық қана еще далеко, мына жаңадан келген тәте аға, сіздерде келгендеріңізді қадамдарыңызға гүл бітсін, мені танысып отырып. Менің жақсы тілегім үшін алып қойыңыздар енді. Енді ол сіздің неңіз көтерілгені ғой. Жоқ, негізі шашпауыңызды ана кісі көтерді. Мына қызымыз сіздің қабылдасыңыз болып тұр. Құдажан, енді бұл кісіні шашпауыңыз көтерді. Көтереді. Жоқ, жаман айтып жатқан жоқпын. Өзіңіз бір тілегіңізді айтыңыз. Бүгін 60 ай толып отыр. Екеуіңіз бірге тілей беріңіздер. Ол Асқабада берді. Көйлек деп ойды. Гүлбахар құдағи айтып Құда мына кісі. Алло, естеміз, ей! Тек жақсылық Әке, бұл жаққа кел. Балдар отырамыз. Қана алыстарма, ұшам деді. Сөзіне қандай үшін болмаған бұл. Үш адам орда бүреді жүр. Бізді құлақ ешеді.